шегін артық Содан кейін бәйгенің сәні тәртіп, тазалық. Тазалыққа көңіл бөлейік және тәртіп сақшыларына бағынсақ, біріншіден ол өзіміздің қауіпсіздігіміз, екіншіден ол жас жүйріктерге де обал болып қалуы мүмкін. Қазір бүгінгі жарыстың бас төрешісі Төлебей Қайыржанов мырза жирен атқа қонып тайларды түгендеп жатыр. Екі тай жетіспейді. Мен жаңып күтті. Әлеумет балаларға сақ болыңыздар. Ал бәйге адал болсын, сондықтан жарысқа шығар алдында бір хабар беріп жіберейік. Екі бірдей тай жетіспейді. Жаңа ғана тіркелдіңіздер, енді бәйгенің қазандығына қарай келіп жиналуларыңызды сұраймыз. Тай бәйгесі осал жарыс болмайтын сияқты, себебі 8 бірдей жас жүйрік тіркелген. Жарыс жолын бір айналып шығады, сондықтан әптегеннен қарқындарын көрсетіп, алдыңғы болуға ұмтылатындығы белгілі. Ал ендеше таныстырып өтейік. Қособалық ағайын, біздің тұлпар қайда деп іздеп тұрған шығар. 59-шы номермен Құлагер деген тай шығады. Сыйқы Ерболаттың жүйрігі Тәуелжан деген батыр мініп шығады. Құлагердің ізін басатын Құлнеген және Жымпитыдан 55-ші номермен Сұргөжек Тіленбай Османдікі Османның өзі баптап мініп шақып келе жатыр. Сұргөжек! Абылайдың тайы Ершат батыр мініп шығады. 53-ші номер Арал төбеден Қызыл Жұлдыз. Мінекей сәні салтанат жарысқан тамаша сәйгүліктердің нышаны байқалып тұр екен. Көзді қаралық Мүтейім Әл-Фараби баптап қосқан. Азат мініп шығады. Номер 56-шы жейдеде Ақбақай. Және Жымпиты өңіріндегі 2024 жылдың аяғы 25 жылдың басындағы тай жарыстарының абсолютті чемпионы, бүгінгі ауданның жұлдызы Белла Жолдыбай Алихан 6-шы номер. Бүгін осы қатарға Қаратөбе ауданынан да мейман ретінде Зымыран деген тай қатысып жатыр. Бүгінгі жарыстың тәртібі бойынша тек қана Сырым ауданының тайлары шығады, бірақ Қаратөбелік мейманымыздың сәйгүлігі қонақ ретінде өнер көрсетеді. Өзінің бағымен бабын сынайды, шыңдалу мектебі деп атасақ болады. Дегенменен топтың ішінде тұяқ жүгірткеннен кейін біздер оған қалай болғанда да жанкүйер боламыз. Тіналиев жалғас баптаған бекарысы мінген Зымыран 58-ші номер. Қайда? Келсін. Және көзді қарадан тағы да бір таймен таныс болыңыздар. Мүтейім Әл-Фарабидікі Алдияр тақымдап шығады. 57-ші номер Сарыгүл. Жымпиты ағайын біздің ауылданда тайға бала шаппай ма деп жатқан шығар. 54-ші номерді сақтап алыңыздар. Айтұмар Бейбарыс мініп шығады. Қорланды Бейбарыс. Бабалар ізімен Сырым ауданының іріктеу кезеңі бұл ұлттық спорт лигасы облыстық деңгейдегі бүгін Сырым ауданының даласының шаңын бірінші болып тайлар көтермек. Біздің
бабаларымыз ізді атпен қалдырған даламыздың әр төсінде тұяқты мөрдей қылып басып кетті. Атқа қонған кешегі бабалары бүгін атқа қонады. Балалары сапта тұр кілең сұлу сәйгүліктер мықтысы ғана жүлде ала алады. Бүгін міне тұлпарлардың шаңдағына көміледі өлеңді жағалауы. Ұлы Сырым даласын дүбірлеткен құтты болсын дүлдүлдер аламана. Ал мәртебелі меймандар, ендігі біздің көзіміз, назарымыз жарыс жолында. Қазір төрешінің әмірін күтеміз. Төлебейдің өптеп белгі беруімен тайларымыз жарыс жолына шығады. Бұлар енді Қайсар спорт клубы ұйымдастырған аудандық тай жарыстарында бой көрсеткені бар. Дайындалып, осы көкке ауыз іліктіріп, әлден енді шыққандар бар. Қалай болғанда да Төлебей Қаратөбенің тайы қазір қатарларына қосылады, сәл күтіңіздер. Сырым өңірінде, жымпиты жерінде дүлдүлдердің дүбірі басталды. Тайлар алғашқы айналымға кетті. Қызыл жұлдыздай зымырап әптегенде топтың алдына шықты. Бірақ артындағы шоғырдың да қарқыны жаман емес. Бейбарс, қалма, бас, үлгіріш. Алма Бейбарс батырды қолдан қуаттап жіберейді ағай. Ал Төлебей аға сәлемде жібер тайына. Енді қадырларымен бейқумен қошеметтен бөлек көңіл керек бұларға. Сол көңілменен олардың аман есен айналып аяқтап келуіне тілектес болайық. Қай-қай бәйгенің де берілер батасы ат жүрімбесін бала құланбасын. Бастысы бала зақым алмаса, ат жарақаттанбаса, ең үлкен табысы осы. Бәйге бүгін біреуге бұйырады, ертең басқаға бұйырады. Міне қадірлерімен жарыстың жолына назар аударып тұрған шығарсыздар. Тайынан айылып қалған шабандоздар бар сияқты дегенменен көрешілер қадағалауындастар тұр. Біздер бәйгенің басына назар аударайық. Себебі тай жарысы өзі бірақ айналым қызық, бірақ соған тұрады қадірлерімен. Манағы Ершат әлі де топты бастап келе жатыр. Артында тағы бір қара ілесіп келеді. Қазір айналма жолда екеуі теңдесуі әбден мүмкін. Міне айтып аузымыз жиғанша екеуі құйрық үстесті. Қазір үзеңгі қағысады. Содан кейін тақтайдай жолға шыққаннан кейін шынайы жарыс басталады. Тай бәйгесінің жеңімпазы кім болады? Соны бірге білетін боламыз. Мынау айналма жол деген өте жауапты сәт. Шабандоз үшін де, жүйрік үшін де. Кейбір жүйріктер осы жерде тайқып жарыс жолынан шығып кетіп жатыр. Шабандозға өте әккілік керек. Екеуі де әккі шабандоз ғой. Ершат және жанындағы осы қателеспесек зымыран болу керек. Қазір жақындағаннан кейін білетін боламыз. Айналма жолды сәнан қошемет күтетін сияқты мынау алашаңның арасынан суырылып қос бірдей жүйрік келе жатыр. Кім бірінші? Қаратөбе. Ал қадірлі қалай әлеумет жаңа айттық. Жымпит жерінде 2025 жылғы бәйгенің алғашқы жарысына куә болып тұрмыз. Жеңімпаз тайды осылай үнсіз қарсы алуға бола ма? Жарысымыздың мейманы Зымыран тамаша шабыс көрсетті. Бәрінен бірінші өтті, бірақ
Sırım audanының атынан қатысқан 53-ші номердегі Қызыл Жұлдыз тайдың жүлдесін иеленді. Арал Төбе Оралбаев Абылайдың тайы Ершат Шабандоз мінді. Белла мінекей көзінің жарыс жолын аяқтады. Белла да үздіктердің қатарында. Біздің 59-ші номер құлагеріміз Қосыба жүлде құтты болсын. 55-ші номер Сұрыкөшек. Осы сәтте дала қызығы да артық етпейді ол қадірлі ағайын. Ал қонақтарымыз жиналып жүрген қайда болмас? Қалай болғанда тайнордан сәл әккі, сәл айлалы, сәл шебер. Себебі бұлар жарыс жолын көрген, бәйгенің бірінші маусымын қалай болғанда жүріп өтті. Өздерінің әлсіз жерлерін қыстай жетілдіріп, кем жерін толықтырып, қазір мінекей маусымды бастауға дайын екендерін дәлелдеп, жарыс жолына шығып жатыр. 9-1-дей құнан тіркелген, қазір таныс боласыздар. Бүгінгі ұлттық спорт мерекесін сыйлап жатқан ұжым, сонымен бірге Сырым ауданы әкімдігінің қолдауыменен Сырым аудандық мәдениет, дене шынықтыру, спорт, тілдерді дамыту бөлімі өздеріңізге осындай даланың қызығын сыйлап жатыр. Қадірлі қалайық, құнандармен таныс болыңыздар. Жаңа ғана Белла менен мәре сызығын екінші болып қойған Жолдыбай Әлихан Қаранар деген құнанына мініп тағы да ортаға шығып жатыр. 60-ші номер, 56-ші номердегі жейде киген Нұрғасқа Жансейіт деген шабандозымыз мініп шабады. Молданияз Біржанның құнаны. Рамазанов Темірхан деген тағы да бір аттек азаматымыз Нұрфат деген жігітті қондырып, Кербезгөк деген тұлпарын жымбейтіп алып берді. Жетігөл! Ал Жосалдан Жетігөлден Кербезгөк қосылса, Жосалдан Ақ Кербез 55-ші номер жейде келген Дархан деген шабандоз. Ақшолақы Балтай ағамыздың арғымаға. Ал жаңа ғана қой жарысын алғашқы болып аяқтаған Ершат Қарлығаш деген құнанды мініп шығады. 53-ші номер Өлеңті ауылы Өмарова Айгерім қарындастарымыз баптап қосып жатыр. Бүтейіп Әл-Фараби Көздіқарадан Мамайқараны қосып жатыр қадірлі ағайын. Мамайқараның даңғылын даңқын берсін деп тілейміз. 57-ші жейде Алдияр. Ал Өлеңтіден қосылған тағы да тамаша сәйгүліктердің көзімен таныс болыңыздар, өзімен таныс болыңыздар. Шарапи Асылхан. Асылхан қайда? 58-ші номер Бақторы. Және Амангелдин Алтынбек 59-ші номерде Желғара Өлеңді. Ауылдың іргесіндегі бәйгеден қалай құрбаламыз деп Райымбекті қондырып, Бекет Әли Қарагерді қосып жатыр. Өлеңді ауылы. Қатты жеңістің тәтті дәмі ащы термен келетінін біледі, сондықтан қазір құнандар шығады. Нағыз жігіт тұлпар мініп, туалмай ма, қазағым алашым деп ұрандай ма? Ал ағайын басталды аламаның суырылып шығатын құнан қайда? Құнандар алдарымыздан өтіп кетті, ағайын қошеметін ұралмай ма? Ал кетті деген 57-ші номердегі Мамайқара менен 53-ші номердегі Қарлығаш жарысып бара жатыр. Тайлардың шабысында емес, құнандардың аяқ алысы
сәл жүрдек ширақ екенін көрдіңіздер. Себебі алашаң бұрқ өтті. Бұл нағыз аламанның басталғанның белгісі. Міне қарлығаш әп дегеннен қара үзіп шықты. Айым сол шабысынан танбас, бірақ жанындағы құнандардың да қарқыны жаман емес. Ағайын жай ғана көзбен бақылайық. Қазір бірдеңені болжам айту ерте. Қапталдағы төрешілер тәртіпке және бәйгенің басындағы әділдікке өте мұқият болыңыздар. Бір жүйріктің жаза басқаны, бір шабандоздың қателігі басқалардың әділетсіздігіне ұшырап кетуі мүмкін ағайын. Басқалардың да еңбегі бар. Сондықтан бәрі әділетті, бәрі тәртіп жүйеге сай болған дұрыс. Мұнға екі айналып шығады. Осы аудандық кезеңнен іріктеліп шыққан 5 бірдей тұлпар ертең облыстық кезеңде бақ сынайды. Оның өзі мақтаныш емес пе, қадірлі қалайық. Сырым ауданының атынан аттанатын қазір құнандарымыздың тізімін білетін боламыз сәлден кейін. Аяғымнан шабу келеді екен деп, құлдарға да бұл жерде бас бермей, бет бақтырмай шабуға болмайды. Шабандозға да астында қатып жүйрік екен деп, басын жіберіп қоюға болмайды. Тактика ойнайды. Себебі адыңның күшін неғұрлым сақтасаң, соғұрлым жүлделі болуыңа, соғұрлым жарыс жолында көбірек жүруіңе септігі тигізеді. Міне соны білетін шабандоздар қазір құнанның басын тартып келе жатыр. Бір-бірінің дүбірін естіді. Енді шаңын жұтқаннан кейін ғана жүрістері өне бастады. Айналма жолдан аман өтсін деп тілейік. Себебі өте бір құрымтал жер, нәзік тұс. Жаңа ғана зымырандай түйіліп келе жатқан жүйрік бұл түйді осы жарыс жолынан шықпап жатады. Бұл ғой. Сондықтан аман есен жарыс жолынан айналып өтіп алса, біздер құнандарды қиқумен, қошеметпен күтіп алуға дайынбыз. Себебі олар бабаларымыздың ізін жаңғыртып, атқа қонған, арғымақ мінген, алшайтып, ат мінген бабаларымыздың ізін жалғап, бүгін балалары келе жатыр. Қадірлі әлеумет, кешегі батырларымыздың даңғылын жалғаған сол ұлы жолдың шаңын көтерген боз балаларға қалай ғана құрмет жасамасқа. Мінекей, өреңділік, Гумарова Айгерім қарындастарымыз баптаған қарлығаштың шабысы қошемет сұрап тұрған жоқ па? Жібер қарлығаш! Ершат Нариман! Қазақтың даласына аты жайылған шабандоз 56-шы номер ізімен ілесті. Нұрғасқа Біржан ағамыздың жерен қасқа тайы екінші болып өзінің басымдығын сақтап келе жатыр. Шап Нұрғасқа! Әрі келді. Асыла қалға аяғын. Сырым ауданның әр ауылында да атқа мінген бала жоқ емес, бар. Бірінің мүмкіндігі жетті жарысқа келуге, бірі сырттай тамашалап отыр. Қызғазақ болды. Енді әлеумет, жүйріктердің обалына қалмай сәл жарыс жолынан сегінейікші. Жаңа айтқан табиғаттың өз салған таңғажайып сурет, кең даланы төсімен
айдап коятырмын. жерді жебедей екіге бөліп Йоо. өлең дауыл 53-ші номер Умарова Айгерім баптаған Қарлығаш Құнанбай елдің чемпионы. Қарлығаштың күші әлі де бар. Ал енді екінші келетін Құнанды да бәйгеден дәл осылай күтіп алуға тиістіміз. Себебі екінші болу. Бір жағынан бойында өкініш бар, бір жағынан қанағат бар. Осы екідай сезімнің арасында болу деген сөз. Жерен басқамыз келе жатыр қадыр қалайы. Бәрекелді. Бәрекелді 56-ші номер. Қандай жүйрік сатпаған бұл қалада жүйріктер Жетігөлге күміс жүлде бара жатыр. Жүлдеңіз құтты болсын. Біржан аға деп қошемет көрсетіп қояйық. Молданияз Біржан мырзаның дұрқасқасы екінші болып келді. Үшінші болып 59. Желғара Алтынбек баптаған. Алтынбектің өзі отыр үстінде. Biz 4-5 болып Алтынбек па? Мәрекескенше күтеміз. Себебі бабалар қызымен ұлттық спорт лигасының тәртібі бойынша 5 бірдей жүйрік ертең жолда болады. Сол жолдаманы адал термен ұтып алған. Мәрекелді 6-шы номер. Жарайсың Жолдыбай Әлихан, Қаранар жымпиды. Жаңғана Белламен келген Әлиханымыз. 4-ші болып мәресі жоқ кесті. Ал енді 5-ші болып келуге Рамазан Темірхан мырзаның мүмкіндігі бар. Және солай болған сияқты Темірхан Атбегіміз Жетігөл ауылы Құнан бәйгенің соңғы мүмкіндігін адал еңбегімен ұтып алды. Енді кербез көп облыстық лигада бақ сынайды. Ертең аты еріншек болып кетеді. Сондықтан дұрыс жігіттер бәріміз адал кезеңдеп жатыр. Онысы өте дұрыс. Ал қадірлі қалайым, қазір қазылардың жарысына боламыз. Ол заманда бұл заман олардың бәйгесін кім көрген. Онда бір қызық содан кейін өзіміз осы бәйгенің тізімін алған таныстырып жүрміз. Төбелестің түрі көп. Бокс бар, Кариман. Тағы да бір тұлпарға бір топ берді. Міне тақып тастай Шабандоз деген осы Сырым аудандағы Шабандоздар мектебін қалыптастырған. Ауылдағы балаларды ат міну мәдениетіне үйреткен. Қазір кезде өзі қолбасқа ұқсап, жігіттері сарбазға ұқсаған Төлебей Қайыржанов аударыспақтан әлем чемпионатының күміс жүлдегері орталарыңызда. Төлебейге бір қошемет көрсетіп қояйық. Бәйге федерациясының Сырым ауданындағы өкілі осы Төлебей. Міне Төлебей дейтін палуан. Төлебейдің өзі ғана емес, әкелері де ердің үстінде өскен ерлер. Атасы Қайыржанның өзі кезінде Паласовкінің төңірегінде үлкен кісілер біледі. Ағайын Ресеймен шекаралас өмір ғой, Ресеймен. Шалқа гарнизонында ат ұстаған азамат. Сондықтан Төлебейдің атқа қонуы Басқа аяқтардан да келген ғой мыналар. Дәстүр атадан келе жатқан тектілік деп түсінер едік. Мінекей қызыл жеген тағынған қалай тебініп тулап тұр. Міне жүйрікке мінез керек. Айтамыз біздер ақын деп. Адамды шоқ болып маздаған адам ақынға керек ақыл көп. Асаулық керек аздаған дейді Қадыр Мырзалиев. Сол сияқты ақын мен артынақ егіз. Басқа аяқтардан да келген ғой. Ақыл мен асаулық керек болса, ал жылқыға асаулық керек және ақыл керек. Екі бірдей жүйрік жоқ деп жатыр топ бәйге. Қайда? Ассалаумағалейкум. Ана қараңғы қарасай.
Екі бірдей тұлпар тізімдегі көзімізге көрінбейді деп Төле би Қайыржан мырза жарыс алып жатыр. Заман қояр кінәміз жоқ. Жарысымыз сәл баяу басталды. Кейбір қызып тұрған аттар суып қалды, тебініп тулап тұрғандар тынып қалды. Енді бүгін мінекей тек бірге кетіп тұр ғой. Сондықтан бірден жарыс жолына шығарып жіберген жөн болады. Ағайын, өздеріңіз байқап тұрған шығарсыздар, топ бәйгеге осал арғымақ кірейін деп жатқан жоқ. Бірде ауыздықтарымен алысып тұр. Жалбуын сыпырғанда көйлегін шешкен судай болып, адамды есін дерттен айырып жіберетіндер де бар. Бұл су керемет жаратылысы ғой, Құдай тағаланың. Алла тағала қасиетті Құран кітабында Адият деген сүре түсірген. Тұлпарларынан, тұяқынан от шашқан тұлпарлар деген суреттемеген. Деген қасиетті Құранымызда да біздің жылқылардың әдемі суреті, әдемі сипаттамасы келеді. Ал енді біздің қазақты сырт көрген ел, әсіресе Европа, кентаврлар деген денесі адам, қалған бөлігі жылқымен біте қайнасқан, егіз туғандай деген көрініс қалдырған болып тұр ғой. Мінекей соның мұрагерлері бүгін бабалар ізімен лигасында көрініп жатыр. Әрбір тұлпарға қонып ту көтеріп келген ұлан біздің қазақтың мақтанышы болуға лайық. Ал қадірлі әлеумет, қазір сіздерге топ бәйгеге түсетін тұлпарларды таныстырамыз. Төле би көзіңмен бір санап жібер, түгел ме? Ал бір тұлпарды күтейік. Бұдан кейін бар бәйгенің қазандығынан сөреге қарай аттандыра берейік. 55-ші номерде Қазына деген тамаша қазанатымыз Ақсай қаласынан Борлы таудың етегінен келіп жатыр. Мұхит Ернар мырзаның аты Диас деген Мұхит Ернарды Саят қонып шауып бара жатыр. Және таныстыра берейік, 68-ші номерде Қаратөбе ауданынан Ақмаңдайды көрсетіп қойыңыздар. Мадияр деген батыр мініп шауып бара жатыр. Дәл осы біз тұрған той төбеде талай жабыстардың куәсі болдық. Бүгін мінекей керемет бәйге жалғасын тауып жатыр. Мақанов Ғабит ағамыз Қаратөбеден тамаша жүйрігін әкеліп қосты. Қаратөбеден Қызыл Жебені таныстырайық. 69-ші номер Тіналиев Жалғас Жанарс мініп шабатын. Қызыл Жебе қайда? 69. Міне Қызыл Жебе. Адырнадан атылған жебедей болып аттанып бара жатыр. Бәрекелді, Алла жолымды ашсын. 60-ші номер Мұхитов Санжар баптаған Алау Мадияр мініп шабат. Ақсай қаласы. Және Бейсеніп Нұркен мырза Бақторны қосады. Бақторны экраннан көріп жүредік. Енді көзімізбен көрейік. Тас құдықтан Диас мініп шабат. Қайда Бақторы? Міне. Ой, бәрекелді. Мынау көршілес ауыл ғой, қадірлі әлеумет. Көршілес ауылдың тойы да бір, қызығы да бір. Жиренжейіп Нұрболат мырза Достық ауылынан Нұрғасқаны қосып жатыр. Сағыныш мініп шабат. 67-ші номер. Сағыныш. Ой, сақышшақ. Көзді қарадан Сакураны қабыл алыңыздар. 56-ші номердегі жейдені Нұрғиса кейіп шығады. Қожағалиев Ырысбектікі. Шіреге бір ақшам бара жатқан Сакура. Бұлдырдыдан неге ат қосмайды деп ойланып болғанша жаңа ғана көзіміз шалды. Бердіғожбиев Қуандық ағамыз Ерниязды қондырып 70-ші номермен Ботагөз. Ой, бәрекелді. Қырғыздың қара қызына да ұқсап кетеді деген бір қарағанда. Ботагөз залдарымызда Бұлдырдыдан Көзді қарадан Желқанат деген жүйрік 54-ші номер Елдар мініп шабат. Сәлімгереев Мергендігі. Ой, бәрекелді. Мінеге салқынғанды сәйгөлі көзі. Тамаша. Және Мүтейбәлі Фараби Ершат мінген Мамай қара. Көзді қара.
қайтадан тоқтады. Ақшамсы оған бір жағынан дайындық болды. Енді қазір аттың басын жіберсін. Ал қадірлі әлеумет көрдіңіздер, кім де осал емес. Бірақ жаңа қазақтың сөзі, алуан жүйрік бар, әліне қарай шабады. Әлін көреміз. Алтын күннің астында отырып осындай қызықты қарамаймыз. Ал енді біздер араласпаймыз. Төле бидің өзінің билігі өзінде қазір пәрменді береді, ағылып шығады. Біздер атты баптауға атсалысқан жоқпыз, бірақ енді шабысында көмектесе аламыз. Ол үшін қиғу керек ағайын. Бәрекелді. Міне нағыз жылдамдық, нағыз бәсеке басталды. Ал кетті. Расында да үстіндегі шабандозды тербеп шауып бара жатыр. Ол аттың күші, ол аттың қарқыны. 56-шы номер көзді қарасы Сакура шоқты бастады. Бұл басымдық бірайнан біткенше сақтала ма, әлде өзгере ме? Оны қазір бірге анықтайтын боламыз. Бізбен бірге болуыңыздар. Жігіттер, әлде ештеңе жоғалған жоқ. Көздерінің ұшында ғана кетіп бара жатыр. Сондықтан шалыңдар! Енді кезі келген жерде қиқу беріп, қошеметтеп, шап деп айқайлаудың өзінде де жүрексініп қаласың. Себебі кейбір жануарлар болады, айқай қиқуды ұнатпайтын, сабырлы бір тоға тыны қапқан өзенмен тып-тыныш шапқан жақсы көретін. Сондықтан солай біреудің ұлуанына қаламыз ба деп те өзіміздің эмоциямызды тиямыз, бірақ өзіміздің алдымызда құлпырап, құлагөлдің тұяқтары кетіп бара жатқан кезде кейде ұстай алмай қалатынымызда бар. Халықтың алдынан өткелі келе жатыр. Бұлар кім болды? Қазір деген анықтаймыз. Артында халыққа менің көңілім толып тұр. Лезде шашылған моншақтай шашылды, кері жиналды. Демек, күш тең деген сөз. Бап бірдей деген сөз. Бірақ біреуге ғана бұйырады. Ол кімге? Сәлден кейін білетін боламыз. Анағыдай зымырап бара жатқанда емес, салқындық бар шаңшылықта себебі күш керек алда. Дегенменен халықтың қиғуы жиілікті орында тұрмыз. Ama 56-шы номер Сакура. Оның ізінде жетпіс па? Бұлдыртылық Ботагөз. Қарамағына 54-шы номер. Желі қанат көзді қара. Шап, сақш. Ершаттың да өз есебі бар. Ершат неге кейінірек келе жатыр. Өзара бәсеке болып келе жатыр. Ай, бәрекелді. 55 пен 60-тың бәсекесі. Қазына мен алау. Бір-біріменен. Сені экран арқылы ұсынып жатыр. Керемет. Өйтіп айтқанымызды жиын болғанша, екінші артып, асылтқанды атқау жиын тарқарды өмірдің қызығында осы атшап болмай. Бөлен ағай жауапты аттарым үшінші айналымға аттанды. Асқа қадырлы ағайын!
Gözümüzдің алдында зымырап өткен жоқ па қадірлі қалай. 6-шы номер Ақсайдағы алаудың жанатын кезі енді келген сияқты. Біздің көңіліміз болаған Қарасүлік 55-ші номердегі қазына, ал тегі қошеметімізбен қазынаға қанат бітіріп жіберейік. Сау жануар! Midinam ne geldi? Егер ақымақты қолынан осып келсе, оның ақысы жүріп тұрғаны. Бірінші номерлі болып қимылдап келе жатқан біздің Сакура. Ең соңынан басқа екінші көрінді. Топтың басында келе жатыр, оның ізінше алауын есті. Алама әлдебірдей қызық. Бабалар ізімен ұлттық лигасының Сырым ауданының іріктеу біріншілігі. Міне осындай керемет бәйгеменен баланың қызығын айшықтап жатыр. Ал жолдас жүйелік. Қазір біріміздің қорқып сегем ал. Алда мәнен аяқтамады, алда бір айналып бар ма? Тағы бір айналып бар ма? Болды ма? Ал ендеше бәйгеден күтпеңіз ме? Қамшысын ойнады, ортаға келе жатыр. Ай, Сакура мықтығын дәлелдеген сияқты. Бәрекелді. Бірінші орын. Көзді қара, Қожағали Бірсібектің аты Нұрғизамның көрді 56 және нағыз бүгінгі кештің жұлдызы еңбек біздің Екінші орын. 60-шы номер Ақсай Матияр Шабандоз. Ал үшінші болып кім мәрені deyar? Үшінші орын. Қарсылайық. Қамшысы батпай келе жатқан сияқты ағайын қиқумен қамшылайық. Ай бәрекелді. 54-ші номер Желқанат Сырым ауданы көзді қара. Сәлімгерей Мерген мырзаның ат қорасынан шыққан қанатты жүйрік көзді қара үшінші болып бәйгенің келіп көрмейміз сауырынан бойынан тері тамшылап бәйгенің мәресін адал кескен 58-ші номер